Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге қуырдақтың жылдам әрі өте дәмді болатын құпиясымен бөлісетін боламын. Бізге керегі картоп және пияз және етіміз керек болады. Ең алдымен картопты үлкен көлемде турап, үстіне салқын суға салып қойып қоятын боламын. Бұл біздің картоптың езілмей пісуіне жақсы көмектесетін әдіс. Енді қазір үстіне салқын су құйып, 1 сағатқа қойып қоямын. Картопқа салқын су құйып қойдым. Енді жуаны үлкен көлемде турайтын боламын. Етті өзінің майына қуырған өте дәмді болып шығады. Сондықтан жылқының барынша өзінің іш майына қуырған абзал. Жылқының майын алдын ала күйдіріп дайындап алғанмын. Енді қазанға өзіме керек мөлшердегі майды құйдым. Енді жақсылап майды қыздырып, үстіне етті салып, суы жақсылап тартылғанша жақсылап қуыратын боламын. Май қызды, үстіне етті салып, суы тартылғанша жақсылап қуырамын. Етті жақсылап қуырып алдым. Байқасаңыздар, ешқандай су жоқ. Тек майы ғана өзінің. Енді қатымына қарай тұзын қостым. Және де жуанын саламыз. Бұны да жақсылап қуырамын. Барынша жуанды қызыл қуырған жақсы. Жуа салғаннан кейін арасын ашып қарап тұрыңыздар, қатты кептеткен болмайды. Жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне картопты салатын боламын. Жақсылап қуырылған пиязден еттің үстіне суда тұрған картошкамызды саламыз. Баяу отта қызартып қуырамын. Бір араластырып алыңыздар. Картошка пісуге жақын уақытта үстіне бауырды салып, тағы да бұқтырып қоятын боламын. Картошканың үстіне аздап тұз салдым. Енді араластырып, баяу отта жақсылап қуырып аламын. Картошка жақсылап қуырылды. Жақсылап бір араластырып жіберіп, үстіне бауырды саламын. Бір рет араластырып, енді өзінің соғында өте баяу отта бұқтырамын. Жарты кесе су құйып жіберсеңіздер де болады. Маған су құйған ұнамайды. Қуырдақ дайын болды. Салып ұсына берсек болады. Қуырдақты мен рецептімен жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Каналыма тіркеліңіздер, және де комментария қалдырыңыздар, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздермен болған мен Накипбек Жолгүлжанар.